Біз ертеңгі күнді гесметиядан көреміз, қателессе техника ғой дейміз, ал бабаларымыз ғасырлар бойы қателеспеген. Себебі олардың сервері даланың тірі табиғаты болған. Бүгінгі күнге ең жақын әрі ғылыми логикалық негізі бар болжамдарды еске алайық. Академик Ақселеу Сейтімбек айтқандай, қазақ табиғатпен етене жақын болған. Айталық, бозторғай ұясын ойпаңға салса, қуаңшылық, қыранға салса, жауынды жаз болады. Бұл табиғаттың аналитикасы. Ал құстаршы? Олар құстар неге ұясын биікке салады? Жауап қарапайым. Егер жарғабақтағы ұя биік болса, су тасқыны болады деген сөз. Бұл құстың өз-өзін сақтау инстинкті. Ал қарға топтасып қарқылдаса, демек қысым өзгеріп, ауа райы бұзылады. Бұл жай ырым емес, биологиялық сенсор. Біз бүгін табиғи апаттардан қорқып отырамыз, ал бабамыз малдың іс-әрекетіне қарап-ақ алдағы қыстың қалай болатынын білген. Қой тісін қайраса боран, түйе пысқырса дауыл. Бұл далалық экологиялық сауаттылық. Құр қар астын қорғаласа боран, суыр інне ерте жатса қыс қатты. Мұның бәрі жан-жануардың инстинкті арқылы ғаламшардың тілін түсіну. Біз интернетке тәуелді болып осы тілді ұмытып барамыз ба? Ал малшының күнделікті бақылаушы. Мәселен, жылқы жазда ыққа қарап жусаса, қыс қатты болады дейді. Неге? Өйткені малдың түйсігі жердің магниттік өрісін сезінуі. Ол тірі биоиндикатор. Қазіргі метеорологияда биоболжам деген түсінік бар. Бабаларымыз мұны осыдан 1000 жыл бұрын қолданған. Күннің батуы да физикалық құбылыс. Күн қызыл шапаққа оранып батса, ертең ыстық болады. Бұл атмосферадағы шаң тозаң мен ауа ылғалдылығының спектр бөлінуі. Біздің ата-бабалар оптикалық физиканы аспанға қарап-ақ түсінген. Технология жақсы, бірақ табиғатпен байланысты үзбеу керек. Бабаның логикасы себеп пен салдарды бірден көру. Мүмкін телефонды қойып терезеге бір қарап қоярсыз. Табиғат әлі де басты бағдарламашы.